Қазақ ет асқанда күйеу балаға әрдайым малдың төсін берген. Басқа жілік емес, неге төс? Оның қандай қасиеті бар? Қазақта зәрем зәр түбіне кетті деген тұрақты тіркес бар. Мұндағы зәр түбі қуғасты безі. Оның қабынуы простатит ауруына алып келеді. Ал ол өмірге бала келе алмай жүрген жас отбасының басты проблемаларының бірі. Десе де ертеде ата-бабамыз бұл мәселенің де шешімін білген сияқты. Қазақтың неге күйеу балаға төс тартатынын түрлі әдебиеттен іздеп зерттеген журналист Нұрлыбек Саматұлы былай дейді. Қысқасы, еркектің еркектігі осы пәлекетке көп тәуелді. Еркек атаулының Құдекеңе осынсы үшін өкпелейтіндей де реті бар. Бірақ амал қанша. Құдекеңнің аты Құдекең ғой. Оған өкпелеуге болмайды. Сол безді жаратқанына да шүкір дейсің. Ал жаратпаса ше. Сондықтан Құдай берген байлықты пәленет, түгенет демей, жүйрік баптағандай баптап, көздің қарашығындай сақтап, аялап ұстаған жөн. Осыны қазіргі көберке ескере бермейді. Күндердің бір қырсық күнінде өлген кесірткедей қимылсыз қалғанда қап деп санын бірақ соғады. Бірақ біздің ата-бабаларымыз қуғасты безінің қадірін ежелден ақ ескерген, бабын білген. Қауым болып еркектің осы жерінің сау болуын, жарақты жүйріктей шабыстан жаңылмауын тілеген. Сау болу үшін сан жыл тірнектеп тәжірибе жинақтаған. Сонысы және салт дәстүрімізге айналып кеткен. Кейін ол дәстүрінің мән мағынасын жадынан шығарып алған. Мәселен, қазақ күйеу балаға міндетті түрде төс тартады. Алайда басқа жілік емес, не себепті төс тартатынын қазіргі қазақ түсіндіре алмайды. Ертөсті ертегісін еске алайық. Ерназар деген байдың 8 ұлы жұт жылы қалың жылқысымен бірге ығып кетіп, сол күйі оралмай жоғалады. Күні кеше байлығы тасыған Ерназар әп-сәтте кедейленіп, тіпті ішер асқа зар болып қалады. Ашыққаны сондай, кемпір екеуі орнынан тұруға әлдері жетпейді. Сонда дымы құрып, шалқасынан жатқан шалдың көзі шаңырақтың күлдіреуішінде керулі тұрған кер биенің төстігіне түседі. Сол төстікті асып жеген шал әлденіп орнынан тұрады. Содан ұзамай кемпірі жүкті болып қалады. Мезгілі жеткенде ұл туып, оның атын төстік қояды. Осы сюжет қиялдан туғандай көрінгенімен, бұнда үлкен мән жатыр. Шаңырақта керулі тұрған басқа жілік емес, дәл осы төстіктің болуы тегін емес. Майлы төсті жеп алған шалдың жас жігіттей желігуі бекерден бекер ме? Ол желікпесе кемпір ұзамай жүкті бола ма? Төстіктей алып ол туа ма? Демек, бүкіл қабырғаның түйіскен жері майлы төс етінде қуық асты безіне қуат беретін нәрлі заттектің болғаны. Осыны бұрынғы ата-бабаларымыз білген. Білгендіктен де қызын алғалы отырған күйеу баласының қуық асты безі қуатты болсын деген ізгі ниетпен төс тартқан. Ал ол қуатты болса, шаңырақ шайқалмайтынын, ашып айтылуы әбес өкпереніштің аз тіпті болмайтынын түсінген. Ендеше жігіттер, төстік жеп тұрыңдар, өкінбейсіңдер.